Атырау облысындағы жылқылардың өлімі мен ауруының себебі ауыл шаруашылығы министрлігі паразиттік аурулар екенін мәлімдеді. Зерттеу нәтижесінде жануарларда делефондиоз, гастрофилия және параскаридоз паразиттік аурулары анықталды. Қолда бар деректер бойынша жоғарыда көрсетілген диагноздар жануарлардың жаппай қырылуы мен ауруының негізгі себебі болып табылады. Аурумен күресу үшін ғалымдар жануарлардың иелері мен ветеринарларға паразиттік аурулар мен гельминтоздарды алдын алу және уақтылы емдеуді ұсынады. Ауыл шаруашылығы министрінің бұйрығына сәйкес жануарлардың аса қауіпті ауруларының тізбесіне сәйкес жануарлардың профилактика, диагностикасы және жойылуы бюджет есебінен жүргізіледі. Қалған аурулардың, оның ішінде паразиттік аурулардың ветеринариялық іс-шаралары жануарлар иелерінің есебінен жүргізіледі. Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігінің ветеринарлық бақылау және қадағалау комитеті ғылыми зерттеу институты мамандарының облысқа жасаған сапарларының қорытындысы бойынша арнайы жиналыс өткізді. Жиынға еліміздің жылқы өсірушілер қауымдастығының мүшелері, ғалымдар, ауыл шаруашылығы министрлігінің аумақтық инспекциясының және әкімдіктің өкілдері қатысты. Кездесуде министрлік өз кезегінде фермерлермен кездесу алаңын ұсынуға, ал ғылыми зерттеу институттарының мамандары фермерлерге жан-жақты қолдау көрсетіп, жануарларды диагностикалау мен емдеудің тиімді әдістері туралы көмек көрсетуге дайын екендіктерін жеткізді. Қазіргі уақытта эпизоотиялық жағдай Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігінің бақылауында.